Қайырлы күн. Бүгін осындай тірі шоколадты тортын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Бұл мусовый торт 3 түрлі шоколадтан жасалған. Ең төменгі бөлігі бисквит. Бірінші бисквиттен бастаймыз. Жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Жұмыртқаның ағына 1 стакан қант қосып араластырамыз. Осылай әппақ болып көпіреді. Жұмыртқаның сарысына да жарты стакан қант қосып араластырамыз. Ақшыл болып көпірген соң жұмыртқаның ағымен қосып араластырамыз. Какао қосамыз. 1 стакан ұн, қопсытқыш қосамыз. Дайын болған тестамызды өзіңіздің пешкаңызға байланысты орташа температурада 7-10 минут аралығында пісіріп аламыз. Енді мусовый торттың ең төменгі бөлігін бастаймыз. Суға желатинді қосып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Бір жұмыртқаға қант қосып қолмен араластырамыз. Тестамызды дайындап болам дегенше шоколадымызды ерітуге қоямыз. Жаңағы жұмыртқамызға ыстық сүт құямыз. Сүтті қайнатудың керегі жоқ. Екі минуттай газге қойып қайнатып аламыз. Тестамыз ыстық кезінде ісінген желатинді қосып араластырамыз. Еріген шоколадымызды құямыз. Суытуға қойып қоямыз. Сливкиміз формасын сақтағанша араластырамыз. Жаңағы суытуға қойған тестамыз міндетті түрде суы керек. Енді сливкимен араластырамыз. Егер шоколадны тестаңыз суымай жатып сливке қосатын болсаңыз, бүкіл тестаңыз іріп кетеді. Осылай жай ғана қолмен араластырамыз. Біркелкі болғанша араластырып аламыз. Бисквитіміз құрғап қалмау үшін сүт немесе кез келген газдалмаған сусын пайдалансаңыз болады.
Жаңағы тестамызды бетіне құйып, холодильникке қойып қоямыз. Қалғандарын дәл осылай жасайсыз, тек қана шоколадтың цветі ғана ауысып отырады. Ақ шоколадтан жасалғанын құйып, холодильникке қойып қоямыз. Ақ шоколад пен қоңырды араластырып, тағы бір түсін жасаймыз. Үстіне құйып, холодильникке қойып қоямыз. Енді қара шоколадымызды ертіп аламыз. Дайын болған мустардың үстіне құямыз. Немесе мустарды осылай қалдырып, бетіне какао сеуіп қойсаңыздар болады. Видео ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.